Армысыздар ағайын, бұл Q-Start жобасы эфир тізгінде мен Айнұр Мәулен және менің аса талантты әріптесім Қосқанат көп жасар. Біз бағдарламамызды қазақтың ұғымындағы керемет бір сөзбен бастағымыз кеп тұр. Қазақтың тойы бітпесін деп. Себебі қазақтың тойы ол ізгі тілектерге, қазақтың философиясына, ұлтымыздың бір салт дәстүрлеріне толы терең мереке деп есептейміз. Бұл тақырып енді менің тақырыбым, Айнұр. Қазақтың тойы бұл біздің мәдени кодымыз. Бұл өнер, бұл дәстүр, бұл бизнес, бұл қазір тіпті шоу деп айтсам артық айтқаным болмас. Ендеше осы тақырыптың кәсіби маман ретінде бүгін біраз құпияларымен бөлісетін шығарсың. Айнұр, барынша бөлісуге тырысамын. Ең бастысы, құрметті достар, экраннан алыстамаңыздар, Q-Startпен бірге болыңыздар. Қазақтың тойы деген кезде, жалпы мына ұрпақтың жалғастығын, ол әулеттің береке бірлігін көрсететін. Аға буын мен жас буынның сабақтастығы, дәнекер ретінде жиналатын жиын, мереке. Және де бұл жерде сол отбасы иелерінің бір-біріне деген жарастығын, өрісі кеңейіп, белгілі бір дәрежеде жетістікке жеткенінде көрсететін айтулы күн секілді. Енді Айнұр, жаңа айттық қой, аға буын мен жас буын деп, сол жас буынның көпшілігі қазір тойды бекер мал шаспақ деп айтады. Неге? Өйткені сол тойға кеткен шығынға бір күндік рахатқа, одан да мұқтаж жанға берген дұрыс дейді. Кейбіреулер қайырымдылыққа жұмсаған дұрыс дейді. Яки біздің сол бас қосып жатқан жастарға тойға кеткен 5-6 миллион шығынды алғашқы баспанасы ретінде, алғашқы жарына қылып салу керек деп айтып жатыр. Енді неше түрлі пікірталас бар? Енді той жақсы ғой Қосқанат. Той жақсы, той көңілді, той біздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз. Дегенмен расымен де шашылып, төгіліп, ысырапқа толы тойларды көрген кезде мен де солай ойлаймын. Осының бәрі неге керек деп? Енді біздің көршілес Қырғыз елден Қырғызстанымыз өзі жаңа тойдың форматын ойлап тапқан, ол жерде шығынды азайтқан, соны бір жүйеге келтірген. Өзбек ағайындар да сол үрдіске бет алды деп естиміз. Енді біздің тойларымыз үшін де бұл үрдістің ауылы алыс емес шығар деп сенейік. Айнұр, ең бастысы қанша шығын кетсе де, екі жас аман болсын, екі жас бақытты болсын, әр қазақтың тойы берекелі өтуіне Q-Start бағдарламасы шын жүректен тілекші. Қайырлы күн көрермен, Q-Start бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы күн тіледік. Енді Қосқанат, мен саған бір сұрақ қойсам. Сен үшін асабалық өнер, өнер ма, әлде ол табыс көз ма ең алдымен? Қайсысын бірінші орынға қоясың? Бірімен біте байланысқан ғой. Өнеріңмен тұла бойыңдағы берілген табыс табасың. Стив Джобстың айтқаны бар ғой, сен жақсы көретін нәрсеңмен шұғылдан, сонымен ақша тап дейді. Бірақ менің ойымша көбінесе бұл өнерге келетін сияқты. Оны қазір өнер деп жеке мамандық ретінде қарастыру керек. Себебі қазір жаңа шығып жатқан буын жай ғана елдерді арзан әзілдермен ғана күлдіріп қоймай, ол бірнеше елдің тілін жаттап, соны меңгеріп, келіп жатқан біздің шетелдік қонақтарымызды таңдай қақтыруда. Демек, кәсіби асаба дейсің ғой, қазіргі біздің келіп отқан қонағымыз да 4 тілді емін-еркін меңгерген жүргізуші, журналист Арыстан Оспанов. Сәлем, Арыстан. Намастырма, қайырлы таң, құрметті қазақ елі. Келін. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы күн. Сұхбаттарыңызға, шақырғандарыңызға тағы да алғыс айтамын. Рахмет. Арыстан, жаңағы Айнұрдың сұрағы. Асаба сен үшін өнер ме, әлде табыс көз ме? Негізі өте қызық сұрақ. Өйткені кез келген енді адамның жасап жатқан ісі, ол үшін нан-табар болады, табыс көз болады. Кез келген іспен шұғылдасаң да ең соңғы мақсаты ол табыс көзі. Бірақ ең алдымен сахнаның үстіне шыққаннан кейін, адамдардың алдына сөз сөйлегеннен кейін, бұл ең алдымен ол адамның тұла бойындағы өнер. Адамның тұла бойындағы қасиет, өнер, кейін оны дамытып, адамның еңбекқорлық қасиеті арқылы дамытып, оны табыс көзіне айналдыруға болады. Арыстан, сіздің танымыңыздағы кәсіби асаба деген ол қандай асаба? Ең алдымен кәсіби асаба ол халықтың жағдайын, халықтың көңіл күйін түсіне білетін, сезе білетін адам. Тек қана адамдарды күлдірте алатын, тек қана адамның әзілге жатып алған адам емес, керек кезде адамдарға жақсы сөз айтатын, керек кезде адамдарды күлдіртетін, керек кезде адамдарды тыныштандыра алатын адам. Жақсы
осы кештердің толық басқаруы, кештердің жақсы өтуі, жақсы асабаға байланысты. Эмоциялық качели беретін адам. Иә. Адамдардың аудиторияны сезе алатын адам. Жалпы қазақтың тойы ол негізі дәстүр ғой, иә? Ол біздің салт дәстүріміз. Ал сенің тойлар, өзің жүргізетін тойларда салт дәстүр, қазақтың жөн жоралғылары қаншалықты берік сақталады, иә, ұстанасыңдар? Енді айтады ғой, әр асабаның өзінің аудиториясы болады. Мысалы, кейбір жүргізген асабалардың таза қазақи форматтағы тойлары жүргізеді. Сол тойлардан бөлек құдалық жүргізеді. Сол енді құдалықтарда, тойларда әр регионға байланысты. Мысалы, оңтүстіктің тойлары басқа, солтүстіктің тойлары басқа, Алматының тойлары басқа, Семей, Жезқазған тойлары басқа, батыстың тойлары ол бөлек әңгіме дегендей. Әр жерде дәстүрлер әртүрлі мысалы. Бірақ өз басым менің жүргізген тойларымда бір қалыпты дәстүрлер сақталмады. Ортақ дәстүрлер. Ол ең алдымен бата алу, бетке бата алу, сыңсу дегендей, беташар, төс қағыстыру. Иә, бұл ең маңызды дәстүрлер. Енді ортасында мысалы құдалық болмаған жағдайда сырға салу рәсімін жүргіземіз. Мысалы құдалар тілек айтқаннан кейін құдалар сырға салу рәсімін өткізеді, кейін ана сүтін полын табыстайды. Бірақ мен жүргізген тойлар кішігірім енді бір-екі рет басқаша форматта өйткені үш тілде жүргізесің. Үш тілде жүргізем. Бірақ қазақша-орысша тойға шықтық. Той иесі өте жақсы адам. Бірақ енді үйленіп жатқан жігіттің әкесі болған жоқ. Мен той иесіне жақындаймын. Қазір төс қағыстыру рәсімі болады, құдалар тілек айтқаннан кейін. Төс қағыстыруға кім шығады сіздерден? Енді сіздің ағаңыз шыға ма, немесе атасы шыға ма? Әулеттің бір ағасы шығу керек қой төс қағыстыруға. Той иесі маған қарайды да, қазір мен сұрап келемін дейді, бір минуттан кейін келеді, сосын сұрайды: Арыстан, вот это төс қағыстыру, ол керек емес вообще. Вот это не надо, нормально же все. Поставьте музыку, пусть танцует, деп кетіп қалды мені. Былай қарасам, үлкендер күтіп тұр менен, төс қағыстыру қашан болады, балам деп. Аған ақша төлетқан той иесі керек емес. Ну неге сен солай айтасың деп тұр маған примерно. Енді форматы басқаша. Саған қайсы жақын? Ақша жақын ба, әлде қазақтың дәстүрі бүлік болды ма? Екі ортада мен қап тұрмын. Төс қағыстырайын десең ақшасыз қаласың. Әжесі айтып отыр, төс қағыстыру бастала ма, балам деп тұр мен. Той иесі керек емес, сұрады, ол что это? Қазір не болады деді. Мен айтам, қазір еркектер төс қағыстырса енді екі әулеттің құдалары бір болып жатыр. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын деген ниетпен осындай төс қағыстыру рәсімі болады деп түсіндірдім. Бір ойланып, керек емес деп тұр маған. Төс қағыстыру деп тұр. Кішкене акцентпен сөйлейтін адам. Екі ортада ас қайырып антракт бердім, болды. Ал Арыстан, енді қазір үш тілді жүргізушіге деген сұраныс қандай? Сұраныс өте үлкен. Өйткені қазір ең басында бастағанда кез келген мысалы үш тілді тмд-лар көп негізі Қазақстанда. Бірақ олар енді қатты тиктокта, инстаграмда танымал емес шығар. Бірақ мен өз басым менен де күшті жүргізетін талай ведущий шоумендерді білем. Олар бар. Үш тілді емес, төрт тілді. Олардың бағалары менен екі есе, үш есе үлкен. Олар бар. Бізде қазір аралас некелер өте көп. Өте көп. Аралас некелер былай тұрсын, кез келген. Ең алыстан келген құдалар қай жақтан келді? Ең алыстан келген құдалар мен үшін Америка құрама штаттары ең алыстан. Мысалы, Американың азаматтары келді. Америкалық азаматтар келді. Қыздарымыз көбірек шетелге ұзатылып жатыр ма, әлде біздің ер азаматтарымыз шетелдің қыздарын көбірек алып жатыр ма? Мен жүргізген барлық аралас некелердің 100%-ы жігіт жақ шетелдіктер болған. Аралас некеден бөлек, мысалы, компаниялардың корпоративтары бар. Өте көп, мысалы, аралас некелер негізі 60%. Қалған 40%, даже 50%, мысалы, қазір уже жаз сезоны бітті. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан айларында тек қана ағылшынша корпоративтар бізде. Корпоративтар, мысалы, иностранный компаниялар, бастықтарымыз Қытайдан келеді, Кореядан келеді, Америкадан келеді дегеннен кейін бізді шақырып жатыр. Желтоқсанда жарға құлағым жастыққа тимейді дейсің ғой. Құдай қаласа, тура сондай жұмыс қарқынмен жұмыс істейміз деген ниеттеміз. Ал мына тойға келген кезде өзің үшін басты асабаның жауапкершілігі деп нені айтар едің? Менің ойымша, басты асабаның жауапкершілігі бұл тойды аман есен бастап жақсы өткізу. Жақсы өткізуге не жатады? Ең алдымен тек қана адамдарды күлдіртіп, ойындарын ойнап емес. Бұл жақсы өткізу ең алдымен осы тойға, тойханаға, ресторанға кешікпеуден басталады. Әдемі киінуден басталады. Қарапайым мәдениеттен дейсің ғой. Шаң сорғышпен ролермен костюмді тазалап, ақ көйлегді үтіктеуден басталады. Кейін адамдарды күлдірту, адамның көңілінен шығу. Бірақ той иелерінің және адамның барлық сұрауларын
барынша Қанағаттандыру. орындауға тырысу. Енді 100% бүкіл 400 адам, залда отырған 400 адамның көңілінен шығу деген шарт емес, ол мүмкін емес. 400 адамның ішінен кейбіріне ұнайсың, кейбіріне ұнамайсың. Бірақ мысалы той иесі саған айтты басында, ұзатып отқан қыздың қарындасы өлең айтамын дейді. Сол қарындасын туралы ұмытпау, оны уақытында хабарлау, жазып алу. Сондықтан тілек хабарлағанда адамдарды тілекке жақсы шақыру, адамдарды кішігірім билету, адамдардың құлағына жағымды сөздер айту. Адамдар сені көргенде олардың көзі қуану керек. Ал енді мына тойдағы Айнұр сұрақ, бізде қаншама жүргізуші болам дейтін адамдар болды. Менің қасыма келіп, талай менен де мықты, күшті сөйлейтін адамдар, бірақ тойдың басын бастай алмайды. Құрметті достар, кіріңіздер, жайғасыңыздар деген сөзді айта алмайтын. Сосын анау фанфар беріліп ортаға шығу дегеннен қорқады. Оған біреу бастап берген ыңғайлы. Саған ең қиын тұсы қандай тойдың? Маған андай қатты қиыншылық жоқ. Шыны керек. Жоқ, ең бірінші тойлардың енді ең бірінші тойлар әрине енді қобалжу бар, фанфар басталғаннан кейін. Мен де ең алғаш той бастағанда мен тілейтін, мысалы, дұғада тойдың алдында басын бірдеңе қылып бастап, ең алды екі тілек беріп, бірінші ойынға дейін аман есен қалу. Өйткені ойында мен ашыламын, импровизация, әзіл деген бар. Кәдімгідей ойында мен алып шығамын деп өз-өзіме 100% сене аламын. Өйткені харизма бар, әзіл бар, импровизация бар. Бірақ тойды аман есен бастап, бата алып, баталарды ұмытпай, бірінші, екінші... Өйткені алғашқы сәтте баурап алу керек қой. Дұрыс. Ең алдымен енді осыны қобалжу болады. Бірақ талай той ұрғаннан кейін, той жүргізгеннен кейін ол кетеді. Автоматически барлығы сейіледі ғой, сейіледі мысалы. Енді Арыстанға даму жағынан қандай әрекеттерге барып жатсың, қандай кітап оқып жатсың, әлде шетелдерде өзіңнің бақ сынап көруіңе ойлар бар ма? Енді дәл қазіргі таңда мен испан тілін меңгеріп жатырмын. Испан тілінің курстарын оқып жатырмын. Ангромес. Poquito hablas en la español. Қазір испанша, мен үшін ағылшын тілін жетік меңгердім деп айта алмаймын. Бірақ той жүргізіп, адамдармен қарым-қатынас аламын ағылшынша. Бірақ ағылшынша қазір мен шүкіршілік деп жатырмын. Бірақ жас кезде, ми істеп тұрған кезде испанша біліп алсам деген ниетім бар. Жастар қазір қандай ақылды, Қосқанат. Өйткені испанша, мысалы... Жалпы тойда испанша сөйлейтін адамдар болды? Екеумізге сөз беріп жүрші тілек. Болды. Өйткені бір-екі рет тойда жүргізгенде Колумбиядан қонақтар келді, Испаниядан қонақтар келді. Солармен араластым. Бірақ енді мен өз басым Америкада болдым ғой. Америкада тұрдым. Америкада Техас штатында болдым. Техас штатында талай мексиканец, колумбиец, Пуэрто-Риканың адамдармен араластым, олармен бірге тұрдым, жұмыс істедім солармен бірге. Сондықтан испан тілін меңгерместен, оқымастан бұрын испан тіліне деген стажировкада болдың ба, әлде work and travelмен болдым. Испан тілін меңгерместен бұрын испан тіліне бейімім, құлағыма жаға бастады дейсіз ғой тілі. Құлағыма жаға бастайды, кейін тілімді үйрене бастады, өйткені араласа бастадым адамдармен. Негізі сенің айналаңдағы ортаң кез келген кітап, кез келген курстан да өте бағалы. Соның арқасында испанша кішігірім үйрене бастадым. Испанша үйреніп, испанша қолдана бастадым. Сондықтан қазір енді испан тілін үйреніп жатырмын. Асабалар кәсіби деңгейге көтеріліп жатқан сияқты, иә? Өзінің тіл білімін дамытып, мысалы, белгілі бір мамандықта магистратура, аспирантура, докторантура бар, сол секілді асабаларды кәдімгідей өнер деп, кәсіп деп, мамандық деп қарап, оқытса да болатын сияқты мынадан кейін. Оған енді Қазақстанда осы 2024-тен бері осы мәселе қозғалып келе жатыр. Белгілі колледжден бастап университетке дейін арнайы шрифт беріліп, арнайы мамандық ретінде тіркейміз деген. Оған өнер адамдары кішкене қарсылық білдіріп жатыр. Ал жалпы тойды халтура деген сөзге қаншалықты келісесің өзің? Бұл енді қараңыздар, тойды халтура дейтін адамдар, бұл кейбір той халтура деп те айтатын асабалар бар. Мен халтурамын, менің жұмысым халтура дейтін асабалар бар. Бұл мен айтарым, өзін-өз солай айтады дейсіз ғой. Әр асабаның өзін-өз бағалауы. Егер де сіздің мысалы асабалық мансабыңызда 5 жылдың көлемінде бірде-бір ойын ауыспаса, образыңыз ауыспаса, сөйлейтін сөзіңіз дамымаса, бағаңыз көтерілмесе, кітап оқымасаңыз, сіз халтурасыз деп өзіңізді атай берсеңіз болады. Бірақ және де мысалы сіздің енді қарайсыз, бір аптада 2 тойыңыз бар. Мысалы, сенбі, жексенбі күндері. 5 күн жатып,
сенбі жексенбі күні ғана жұмыс істесеңіз, бұл халтура. Нағыз асаба 24-те 7 сағат жұмыс істейді. 24-те 7 сағат ізденісте болады. Асабалардың құлағына алтын сырға. Ізденісте болады. Енді бұл менің сөзім емес, бұл біздің аға буындағы жалпы аға сөзі. буыннан бұрын еліміздің басшысының өзі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты. Қазір той қуатын емес, ой қуатын заман деді, расымен де тойға ой қосу керек сияқты. Мен өз басым осы той саласында мәңгі болам деп айта алмаймын. Даже мысалы алдағы 5 жылда той саласын бітіріп тастаймын деген ой болады. Мен әрдайым сондай ой болады. Сөйтіп журналистикаға ауысатын ойың бар ма? Білмеймін енді уақыт көрсетеді, бірақ дәл қазіргі таңда өліп той қуып жатырмын деп айта алмаймын. Бұл енді білім, ең алдымен. Бұл өнер, бұл ізденіс, бірақ өмірдің соңына дейін дәл қазіргі таңда қазақтың тойы азайып бара жатыр, шыны керек. Адамдардың тойға шақыратын адам саны азайып бара жатыр. Адамдар карантиннан кейін той кәдімгідей азайып қалды, шыны керек. Сондықтан... Кеше мысалы менде тұсаукесер адам аз, 400 адам болды. Сондықтан енді өмірдің соңына дейін той болады деп мен айта алмаймын. Яғни Арыстан Оспановтың асабалық жүргізушілік карьерасы 5 жылдан кейін тәмамдалады. Тәмамдалады дегенде... Жаңа деңгейге өтеді десек. Жаңа деңгейге өту, мысалы. Қазіргі таңдамыз Тұрсынбек Қабатов, ол тамада емес, ол әртіс мысалы. Кей кезде айына бір рет жүргізеді мысалы тойды. Жұлдыздардың тойын жүргізеді. Мен де сол деңгейге жетем деген ойдамын. Сен өзіңді кім деп санайсың? Шоумен, конференция, или асаба, или тамада? Кей кезде шыны керек тамада да бола аламыз. Кей кезде шоуменде бола аламыз. Асаба мен тамадан айырмашылығын айтайықшы осы тұста. Мен тамада әзіл, асаба көркем сөз, ведущий. Енді бізде жалпы тарихи кітаптарда асаба деген сөз ол қазақ үйдің арасында астаситын жігіттерді айтқан. Ал жаршы деген... Біз неге асаба деп жүрміз? Бізге жаршы деген жарасады. Онда жаршы деген терминді кәдімгідей мықтап енгізейікті. Жақсылықтың жаршысымыз. Біз сол жақсылықтың жаршысында жарияға жарыс алып, өзімізді көрсетеміз, сол жерде бүкіл құдаларды табыстырамыз, біз жаршымыз деп ойлаймын. Ал асаба деген сол біздің Абай жолы романында келген сияқты, Мұхтар Әуезовтің талай шығармаларында астаситын жігіттерді қазақ үйлерінің арасында асабалар тасып жүрді деп. Мен бірінші рет естіп тұрмын, шын айтайын. Жаршы деген сөзді асабаның орнына қолдануға болады. Біз тамада дейміз, немесе асаба дейміз ғой. Тамада деген енді грузиндердің сөзі ғой енді. Тамада деген менің ойымша өзі арақтың ар жақ бер жағынан алысып жүрген адамдарды ғана айтатын сияқты. Мен өз басым енді Инстаграмда шоумен деп жазып тұрмын. Енді Арыстан, енді біздің сферамызда, жүргізуші шоумендердің сферасында потолок деген сөз бар. Сен үшін қазіргі потолок қандай? Тамадалардың арасында, жүргізушілердің арасында? Бұл сұраққа өте көп күттім осы сұраққа. Камераға қарап айту үшін. Енді әр адамның патологы деп айтамыз ғой. Әр адамның өзінің патологы бар, дұрыс па? Әр адам өзінің үлгі тұтар азаматтары бар, азаматшалары бар, өз саласының кумирлары бар десек те болады. Бірақ Қазақстандағы танымал асабалардың бірі енді мысалы Сабыр Жанай Батнекөлдің Ербек Башагеровтер бар. Бірақ мен үшін кәдімгі мен санайтын патологтар ол үш ведущий бар. Қатты үлгі санайтын өзіне. Ең алдымен менің сол ведущий шоуменнің мен шәкіртімін деп айта аламын. Бұл Тима Нурдаулетович. Астанадағы ведущий, шоумен, тоже тиктокты жарып жатыр. Талай конкурстардың иесі десек те болады. Ең алдымен мен асабалық мансабымды бастағанда маған үлкен қолдау мен демеу берген сол кісі. Мен үшін мен патолог санайтын Тима Нурдаулетович. Кейін менің стиліме жақын 4 тілді білетін конференция шоумен ведущий Кирилл Мейстер. Мен үшін мен үлгі санайтын адам. Оның жүргізген стилі және тіл білу қабілеті. Енді үшінші ол енді осы Қазақстанның шоумендердің ағасы десек те болады. Ол Айбат Никулин. Айбат Никулин. Бұл осы жерде артық сөз керек емес шығар. Барлықтарыңыз білесіздер. Бұл біз қазір Инстаграм мен ТикТокта жарып жүрсек, бұл кісі кезінде ютубты жарған. ютубта миллиондап қаралым жинау ол оңай шаруа емес. ТикТокта кез келген видео кешке салдың, таңертең миллион бола алады негізі. Бірақ ютубта даму ол қиын болған кезде. Өзінің форматы басқашалау ғой енді. ютубтан келе жатқан өте танымал аңыз адам десек те болады, легенда кісі. Және де халал тойдың амбассадоры.
ол өте маңызды бір критерий десем де болады. Енді өзіңнің бауырларыңның арасында, өзіңнің замандастарыңның арасында қандай бәсекелестік бар? Асабалардың арасындағы бәсекелестік. Кезінде сен жүргізушілікті енді бастаған кезде, ой, Арыстан сенен түк шықпайды деген әңгімелер болды ма? Оларға қалай дәлелдеп жатсың қазір? Бәсекелестік дегенде әр адамның өзінің несібесі бар осы өмірде. Сондықтан бұл менің конкурентім, бұл менен тойымды алып қояды, менің орнымды басады деп ешқашан ойлауға болмайды. Мен өз өмірімде мүмкін көзбен көрмеген шығармын, бірақ осындай енді сенен ештеңе шықпайды деген сөзді мен естімедім. Өйткені мені әрдайым қоршаған адамдар маған қолдау берген. Бірақ артымнан сөйлеген адамдар бар шығар, бірақ мен олар туралы білмеймін, сондықтан ештеңе айта алмаймын. Сен бақыттысың. Сондықтан енді Сенің артыңнан көп сөз берген сияқты ғой соған қарағанда Қосқанат. Бірақ айтқан шығар, бірақ қатты мен жүрекке алмағам сол сөздерді. Әр адамның өзінің несібесі болады. Бір тілде жүргізсек те, 5 тілде жүргізсек те, 2 тілде жүргізсек те, ойын ойнатсақ та, тамада болсақ та, асаба шоумен болсақ та, әр адамның өзінің аудиториясы болады, әр асабаның өзінің тойлары болады, әр асабаның өзінің Ешкіммен таласпаймын, ешкіммен бәсекелеспеймін. әр асабаның өзінің бағы жанатын кезі болады. Арыстанға қарап, сондай қуанып отырмын. Қазір бізде қандай керемет жастар, иә. Сондықтан орысша сөз бар ғой, не надо бежать вперед паровоза деген. Әр адамның өз уақытымен. Енді біздің асабалардың арасында бір жақсы сөз бар. Алматыда 600 ресторан бар, той бәріңе жетеді деген сияқты. Алматыда 600-ден астам ресторан бар, той бәріңе жетеді, таласпаңдар деген сияқты. Мейрамханалар бекер соғылып жатқан жоқ деп па? Мейрамханалар бекер соғылып жатқан жоқ. Енді кейбір кезде той тоқтату керек деп айтамыз ғой, бірақ той сферасында қаншама адам еңбек етіп жатыр. Ол жерде дворниктен басталады, фото, видео, охрана, бишілер, декорация. Менің ойымша бір әшейін 150-200 адамдық той жоқ деген кезде сол 150-200 адамға жұмыс береді. Сосын ол қазақтың дәстүр ғой бәрібір. Қазақтың дәстүрі. Қазақтың бірлігін, ұрпағының жалғастығын, ауызбіршілігін көрсететін. Әулеттің өсіп өнгенін көрсететін. Мысалы мен қазір бойдақпын, мен Құдай қаласа үйленгенде той бола алмайды деп мен елестете алмаймын. Қалай мен туысқандарым бар, достарым бар, оларды бір бас қосу ғой негізі. Иә, бас қосу. Алыс жақын ағайынның басын. Бір кафеге отырсақ та бұл жиын, мысалы, туған күн жиналыс. Арыстан Оспановтың тойында кім жүргізуші болады? Қосқанат көп жасар. Бұл жақсы сұрақ. Мен тойым енді Астанада өтеді. Құдай қаласа өткені тумаларым, өз басым Астана қаласының тумасымын. Астана қаласында өтеді. Бірақ менің былайша айтқанда ұстазым жүргізсем деп ойлаймын. Тима Нұрдәулет. Мен айтқам оған. Айтқам, ол былай қараған, ачо қонақ ретінде шақырмайсың ба мені деп. Ол енді әзір ретінде айтқан. Бірақ басқарам деп айтты маған. Басқарамын десе табам біреу. Арыстан, енді қанша жыл жүрсең де берекелі болсын. Осы жүрісің енді бір 5-6 жылдан кейін осы той сферасына, қазақтың жаңа шоу бизнес, той бизнес сферасына өзіңнің қандай із қалдырғың келетінін айта кетсең? Енді із қалдыру ол үлкен іс, әрине. Енді халықтың санасында, халықтың аузында қалғым келеді. Жақсы асаба ретінде, жақсы шоумен ретінде. Осы той саласында ғана емес, Қазақстанның мәдениет саласында да қазақтың мәдениетін, тойын осы шетелдік құдалар келгенде, шетелдік азаматтар келгенде ағылшын тілі арқылы жеткізіп отырмыз ғой. Қазақты шетелдіктерге танытып отырмыз дейсің ғой. Қазақтың тойын десек те артық етпес. Қазақтың осы тойлауын шетелдік деңгейге шығарамыз деген менің өз ниетім бар. Шетелдіктер осындай, мен талай той жүргізгенде шетелдіктер маған келіп, мен өмірімде осындай іс шараны көрмедім. Осындай көңілді, қызықты, ішек сілесі қатып күлетін іс шараны көрмедім деп бізге айтып жатыр. Оларда шоу жоқ қой өйткені. Оларда шоу жоқ. Және де бұл енді жай ғана клубқа барып билеу емес қой. Бұл ең алдымен дәстүр, екіншіден ойын, үшіншіден күлкі, төртіншіден бақыт. Осындай іс шараны мен көрмедім деп талай естимін. Не айтады олар біздің дәстүрлеріміз туралы? Қай дәстүрімізді ерекше ұнатады? Олар кез келген ата ортаға шығып бата айтса да олар былай тыңдайды. Мен әрдайым жүргізгенде шетелдіктер, олар екінші ыстық тағам әкелмейінше олар даже тамақ жемейді. Олар сахнаға екі көз, екі құлағы сахнада болады әрдайым. Олар қарайды, олар тыңдайды, тілек айтқанда түсінбесе де бұлай тыңдайды. Біздің қазақтың тойларында сөз сөйлейді де шығып кете береді ғой. Оңтүстіктің тойларында әсіресе. Сондықтан
қазақтың осындай Айнұр шымкенттіктер тойдан әбден зарығып шаршаған. сондықтан осы қазақтың осындай бір ерекшелігін қазақ сияқты той тойлайтын адам жоқ шығар, халық жоқ шығар шыны керек. Қазақтың осындай ерекшелігін шетелдік деңгейге дейін шығарам деген ниетім бар енді. Құдай ең бастысы тіл көзден аман қылсын. Рахмет. Алар асуың көп болсын. Иә, қазақтың тойларын шетелдіктерге насихаттап біздің салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, жөн жоралғымызды жоғары деңгейде таныстырып, қазақ деген ұлттың қандай ұлт екенін дәлелдеп жүруіңе бізде тілекшіміз. Рахмет көп. Иә, қымбатты көрермен, бүгін бізде студиямызда қонақта болған асаба, шоумен және журналист Арыстан Оспанов. Рахмет көп қазақ елі. Айнұр, той қазір бұрындағы сияқты дискіде, видеомагнитофонда көретін естелік қана емес. Той қазір әлеуметтік желіге тарайтын және де тойда күшті билеп жатқан адамдардың биі міндетті түрде керемет контент болып кететін орталардың бірі. Дұрыс айтасың, мен де тойда көңіл көтеріп, билеп, сондай бір жақсы жүремін, бірақ камералардан барынша қашуға тырысам, өйткені расымен де өзімді кейін көрген кезде ұялып қалам ба деп қорқамын. Бекер істейсің, Айнұр, бекер істейсің. Қазір біздің әріптестеріміздің тойдың биіне арналған керемет сюжетіміз бар екен, соған назар аударайық. Бұрынғының тойы тәтті тілекке, ізгі ниет пен салт дәстүрге толы болса, қазір заман ағымына сай өзгеріп келеді. Әр дәуірдің өз сәні, өз ерекшелігі бар. Қазір думандарда би жарыс, флешмоб, түрлі ойындар трендке айналды. Жасына да, жынысына да қарамай, бәрі көңіл көтеруге, шаттыққа бөленуге тырысады. Әркім өз өнерін көрсетіп, тойдың көркін қыздырады. Тіпті жұлдыздардың өзі би жарыста барын салып, халықпен бірге думанға бөленеді. Әбдіжаппар мен Нурбуллиннің би алаңының шаңын шығарып, көрерменді тәнті еткені соның айғағы. Тойды нағыз шоуға айналдырған қос әншіге халық та риза. Шоу-балеттер де бүгінде той мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналды. Кәсіби бишілер әсем қимылымен, жарқын образы және сахналық шеберлігімен талай думанның көркін қыздыруда. Әр қойылым ерекше әсер қалдырып, қонақтардың көңілін көтереді. Мұндай өнерлі топтар тойды сән және серпінге бөліп, нағыз мерекелік атмосфера сыйлайды. Q-Start эфирін ары қарай жалғастырамыз. Студиямызға қадірлі мейманымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар, тарих ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Аманжол Қалшы ағамыз. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып той туралы. Қазіргі қазақ тойындағы қандай әдет ғұрыптар, салт дәстүрлер көнеден бері келе жатыр. Соны бір айта кетсеңіз. Енді сізді шақыруымыздың да мәні бар, Аманжол аға. Сіз тарих пен этнографияны ұштастырып жүрген еліміздегі сондай бірегей ғалымдардың бірісіз. Сондықтан осы тақырыпты өзіңізбен бірге тағы да бір тарқатуды жөн көрдік. Ең алдымен осы қазақтың тойларында біздің салт дәстүріміз қазір қалай жаңғырып жатыр? Әлде қалыс қап қойған тұстарымыз бар ма? Толмай ма? Қарын ашатын кездерде көп сияқты. Сол туралы айтып берсеңіз. Ұнайтын да жерлері бар, ұнамайтын да бар. Енді ол бізге ұнайтыны жастарға ұнамайды, жастарға ұнайтыны бізге ұнамайды дегендей. Парадокс бар дейсіз ғой. Қатып қалған ештеңе жоқ қой, әрбір салт дәстүрде. Енді былай қарасақ, біз той деген той. Бізге қазақтарға атам заманнан бір ерекше келе жатқан дәстүр ғой. Енді диқаншылықпен айналыстық, көшпенді болдық. Мыңдаған километр, енді мына біздің Шығыс Қазақстан Алтайдан ана басқа дейін бір 3000 километрдей жер бар шығар. Сонда осындай тойларда кездеседі, жаңалықтарын айтады, басқа да нелермен ақылдасатын нелер. Сондықтан тойды ерте заманда болсын, орта ғасыр болсын, кейінгі нелерде қуанышпен қарсы алатын. Енді той біздерде толып жатыр ғой, тойдың ол отбасылық
неге байланысты тойлар, шаруашылыққа байланысты тойлар, мәдени, календарлық, күнтізбелік нелерге толып жатыр. Енді сіздерге мынау отбасылық қой айтып отырғандар. отбасылық той. Енді отбасылыққа келсек, енді дәстүр ғой, дәстүр. Енді тойсыз ұзату, тойсыз, жігіттің үйіндегі тойсыз, ол жаңа отбасында онда құрылым жоқ қой былай. Әрбір ата-ананың парызы балдарына өмірге әкеліп, жақсы тәрбие беріп, жеткізіп, өскенде тойын жасап, қызын қияға, ұлын ұяға дегендей, жаңағы соның бәрін қарастырып отырған. Енді бізде кеше өзіміздің қазақ мемлекеттілігі болғанда, біздің 5000 жылдық біздің өзіміздің тарихымыз бар, жазба деректерде. Бізде әртүрлі халықтар, әртүрлі атайтын, мына солтүстік аюымыз бар, оңтүстік аждақарымыз бар, бізді анандай тек қана көшпенді, ешқандай өркениеті жоқ деп жаңа көрсетеді, соған жаңа таңғаласың, бізді іні қылып, кімге аға, кімге іні, енді қазір біз егемендік алғасын жаңағы көріп жатырмыз ғой. Мына өркениеттің бірнеше көріністері бар. Өркениет, ол мемлекет. Бізде мемлекет болды. Сақтардың мемлекеті, үйсіндардың, қаңғылардың толып жатыр. Біздер қазақтар 25 мемлекеттің мұрагеріміз. Аспаннан салбырап түскен жоқпыз. 25 мемлекеттің біздер мұрагеріміз. Мемлекет. Екінші, өркениеттің несі? Қалалар. Біздерде 2000 жыл бұрын мына біздің осы оңтүстік шығыс Қазақстан, Қызылорда жақ, Сырдың бойымен бізде 180-дей қалалар болған. Оны ЮНЕСКО деңгейіне жаңа мойындап жатыр ғой. Бір ғана Сырдария аумағында 12-ден астам қаланың ізі табылды. Үшінші біздің ғалымдар. Игун екеміз бар, Аль-Фарабиіміз бар, Аль-Харазми, бәрі біздің түркі нелердің несі. Біздерге айтады, анау, мынау. Олардың бәрі біздің жерде, біздің неде туды. Біздерде енді кешегі отарлық империяның қоласында болғанда бізді бұлай бөліп тастады. Бұлай қазір мына Түркияның жаңа біздің бауырлас халықтардың профессорлардың несіне бізде Түркістан дейді. Сол Түркістанның бәрі не? Біз түркі дүниесіне жатамыз. Кеше біздерге айтатын ана европоцентризм дейді, ана жаңағы шығыславяндар дейді, батысы бар, анасы бар, мынасы, біздер өзімізді айтқан жоқпыз. Бізде 30-дан астам түркі халықтары, 30-дан астам, 6-ауының мемлекеті бар. Біз ешқашанда өзімізді бөлмейміз. Мына Түркиямен конференцияға қатысамыз, басқа неткенде айтады, түріктің қазағы дейді, түріктің жаңағы өзбегі дейді. Олар жаңа бөліп отырған жоқ. Енді міне жаңа айтып отырмыз ғой. Біздерге ол мына отбасына байланысты тойлар нелер үлкен жаңа көрсеткіш. О кезде де, қазіргі кезде де бірін-бірімен бәсеке. Бәсекенің бәсекесі болады. Бәсекенің ішінде де бір бәсеке бар. Енді анау үлкен буындағы нелер, хан, сұлтан, төрелер, олармен қарапайым біздің нелер өзің орнын білген. Біздің билер, байлар, басқа батырлар өзің орнын біледі. Аналармен ешқашанда таласпайтын. Біздер соны ұмытып бара жатырмыз да, мен сіздерге бір не айтайын дегенім, қазір біздерде мына отырар сазы бар, басқа нелер бастарына төрелердің, сұлтандардың қалпағын арқалпақ киіп алған. Ол орыстардың несінде мысалы шапка манамақы дейді, оны ешкім кие алмайды. Біздің ана шапандарды қараңдар, шапандар. Мына жерінде жаңағы иығында осы нелде менің алақанымдай ою өрнектер, ана текеметтерден сырмақтарын алғандай. Ол еркектерде ондай, мынандай менің алақанымдай ешқашанда ондай өрнек болған жоқ қой. Солар тойда біз жабу ретінде шапандарды жауып жүрміз ғой, басына. Сосын енді бері қараңыз. Мына шапаның артына солярный круг дейді. Күннің сәулесі, ол деген Шыңғысханның ұрпағы, төрелердің несі. Бұрында ондай болса басын шабатын. Өзі сыйлайтын адам ешқашанда аналардың несін етпейді. Яғни сен өзіңнің орныңды білуің керек. Өзіңнің қайсы топқа жататыныңды. Біздерде мына отарлық саясаттан кейін осының бәрін отарлық саясат Ресейге бәрін құртып кетті, мына араласып кетті. Сосын кеңестік тоталитарлық мемлекет кезінде одан сайын жаңа ниетті. Яғни әр топтың, әр рудың, әр жүздің өзінің шапаны болған. Шапаны болған. Төрелерге, хан ұрпақтарына сай өзінің ою өрнегі бар болған, Бас киіміне дейін, мына біздің жаңағы Батыс Қазақстан дейміз, кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз өздерінің несі болған. Мысалы мына өзбектерде тақия дейік, немесе шапан. Самарқандтың өзбегі Каттақорғандікін кимейді. Каттақорған Ташкенттікін кимейді. Ташкент
бұқараныкін кимейді. Бізде де сондай болған. Ол ана әлеуметтік, ол белгі. Сенің ана басыңа кигенің, үстіңе киген шапаның әлеуметтік не? Егер жағдай жоқ адам ананда киіп алса, аналар деген ол кезде күледі ғой. Мынаға не болған? Оның бүкіл жеті атасына дейін білетін біздің қазақтар. Той өзің жағдайына қарап жасайтын. Жаңағы анандай жоғары әлеуметтік топтар, олар енді бұрқыратып жасайды. Оларға не? Сонша қалыңмал төлеу, ана қонақтар шақыру, жаңағы бірнеше күн жасайды. Олар қанша шығарды, сонша оларға келеді. Бізде де қазіргі мына тойларда біреулер мысалы той болсын, қиын жағдай болсын, достары, туыстары өзінің үлесін қосады. Бұрында да сондай болған. Үлесін, көмектеседі, береді. Той жабылады дейсіз. Енді біздің елдерде сол жаңа мен айтып отырғаным өзің орнына ұмытып кеткен. Қалыңмалға қарсы шығатын болды. Қазір айтам, ешкім андай тойына барса да майда шүйде беріп, андай көмектеспейді. Ал ол енді қазір сол кезде болсын, қазірде 300-400 адамға той жасайды, ешқандай ақтай алмайды. Соңғы рет қашан болдыңыз Аманжол аға тойда? Мен деген апта сайын тойларда боламын. Жалпы тост берілген ба біздің қазақтың дәстүрлі ортасында тойда? Тост берілген ғой. Әрбір о жерде тек қана менің өзім жақыным, біздің рулас, басқа жаңағы рудың нелері, басқа көрші ауылдан жаңа келеді ғой, көрші ауылдан ол бәленбай 500 километр, 200 шақырым, 100 шақырым, ол неге қалай сөйлемейді? Но сонда оларды білет, кім сөйлеу керек екен. Мысалы, менде жаңағы мына неде былай айтты, міне осы мына біздер отырмыз ғой, біздің дастархан, әуле стол, бәрі өзінің жаңа несімен, туыстық жағымен, жұмыс жағымен отырғызған. Соларға байланысты міне осындай нетті, міне біздің баланы қанша адам болды? Біздің баланы құттықтауға келтіп, соларға жаңағы әншілер өлең айтып. Қанша адам болды? Ана жерде бір 250 адам болды. 250 адамда тек 2 ғана тілек берілді. 2 ғана тілек берді. Яғни сіздің көңіліңізден шықты. Керем, мен таң қалдым, мен қуандым. Мен олар неткен емес, маған артистердің тамаданың жақсы, асабаның жақсы сөйлегені керек, маған жақсы музыка керек, әнелері, жақсы әндері керек. Мен сол демалуға келдім ғой, мен оны несем ана жерден 30, 40, 50, 100 адамды ешкім тыңдап отырған жоқ. Ал енді кейбір менің енді өзімнің жақындарым, бұл да бір керемет үйренетін елер, бұлар неден келген? Түркменстаннан, Өзбекстаннан, Қарақалпақстаннан көшіп келген. Бұнда жаңағы мына 24 адам жаңа шықты, 24 адам жаңа тойда. Соның тек 3 адам жаңа сөйлейді. Жасы үлкені, сосын жаңағы білімдісі, біліктілісі, сосын апайлардан 3 адам. Рахат, 3 адам тыңдаймыз. Келесінені неден шығарды, бізде уже қалыптасқан ғой жаңағы формат жақсы екен. Қосқанат, осыны қолдануға қалай қарайсың? Бізде қолданғанбыз, бірақ бізде өкпереніш болды ма? Енді бағасы 10 миллионнан жоғары тұратын сценарийді құрдық. Ақтөбелік меймандарды ортаға шақырдық. Тойда қонақта 300 адам. Тек басында жаңағы Аманжол ағамыз айтпақшы, бір ғана тілек болды. Әулеттің үлкендері және алыстан келген бір 3-4 адам той ашып берді. Арғырата концерт бағдарлама кетті. Енді әртістерді айтпай қояйын. Халық әртістері, еңбек сіңірген әртістер шығып жатыр. Bir кезде ар жақтан бір ақсақалымыз келді. Тоқтата тұрыңыздар деді. Мен 85 жастан. Мен осы жасқа дейін мен талай тойды көрдім, бірақ бұндай сорақылықты көргем жоқпын деп бізге үлкен бір сын тақты. Қандай? Мен осы жасқа дейін не үшін өмір сүрдім? Мен балама, немереме бір тілек айта алмасам, не үшін отырмын төрде деді ғой. Содан кейін ана жерде тойдың бүкіл сценарийі тоқтады. Әдеттегі тойға ақырын. Енді ана бір кісі айтқаннан кейін қалғандардың бәрі ішіндегі сырын, ренішін, ол енді тойдың иесі, Мана орысша айтамыз, распорядительді. Біздер мысалы көп мынандай тойлар болса, садақа болса, мен распорядительмін. Білем қалай нететін. Қара кімге күні несін, оны тамадамен басқа елмен кесіп қоямыз. Жаңағы айтып отырғанда, жаңа Серіктің баласының той. Маған ұнады. Ешкім ешқандай жаңа өзінің өкпесін айтқан жоқ. Басында дұрыстап нету керек еді. Анандай енді походу жаңа бұз жібереді. Енді ондайлар көп кездеседі. Біз қазіргі тойдың форматын қызық қыламыз деп бұзып алмайын деп максимально қысқартамыз.
ең ұзаса 6 тілек. Егер той иесі келісіп жатса 5 тілек береміз. Аға қараңызшы, жаңа мен Қосқанаттан бір ерекше термин естідім. Қосқанат айтады, асаба деген кезінде ол жаңағы тамақтасып, екі ауыл ортасында жүрген адам. Ал нағыз асабаны біз жаршы деп атауымыз керек дейді. Осы терминді енгізуге сіз қалай қарайсыз? Енді былай мен тарихшы ретінде жаңағы жаршы деп айта алмаймын. Жаңағы осы неге келеді деп. Асаба да келмейді, дұрыс. Асаба да келмейді, жаршы да келмейді. Сонда не Біздің дейміз? ет тағамызды беш бармақ дейтін күлкі ғой, дәл сондай. Иә. Мен кез келген официантқа, даяшыға, администраторға бешбармақ деген кезде мен ол не деп сұраймын мен? Міндетті түрде. Ол соңында ет дейді. Сөйтіп ет деп айтқызамын мен барлығына. Енді асабаны қалай өзгертуімізге болады? Жаршы. Жаршы келмейді. Орысшасы қалай? Жаршы ол қалай болады? Қалай десек болады? Тура тікелей аударылмайды ғой. Ганец қой енді. Айналайын сияқты ғой. Ганец, орысша. Кімнің олжа сөйлемем да? Біздің енді ұлы ақынымыз жаңағы қызыл жаршы, қара жаршы деп жаңағы соғыста жеңді ғой, иә? Сол қалмақтармен соғысқанда сол жаршын жібереді, оған бүкіл керемет, почет, анау мынау. Жібек кинофильмінің басталуында жаршы болып барады ғой. Жібек. Жеңілген, сонда біз тарихшы болайық, әдебиетші, журналист болайық, сонда ойламаппыз. Сонда Олжа Сүлейменовті қараш, қаралы жағдайда айтатын жаршы да, оған батыр керек. Ол андай жете ала ма, жете алмай ма, оны өлтіріп та тастау мүмкін ғой. Елге масқара қылуы мүмкін. Түсінесіз ба? Қандай жаңағы дәрежеде болған. Сондықтан тағы да ойластырып, әдебиетші нелермен жаршың тағы да келмейді онша. Жаңа асаба сияқты. Жоқ, жаршы деген ол жарып тұрған адам ғой, жақсылықтың жаршысы деген қабылдау керек. Ол бізде не қалыптасып кетті. Енді ана басында жаңа айттық, біз әлеуметтік топтарға байланысты сол жерде жаңа қарындасым жаңа айтып отырды, қалың мал туралы кішкене айтып кеттіңіз деп. Иә, Аманжол аға, біздің қазіргі тойларымызда ұмытылып бара жатқан дәстүрлер жайлы. Сосын қазір қалың малды көбісі сөз етіп жатыр. Қалың мал керек емес. Оның қасынан мақыр деген нәрсе пайда болды. Осында айтып өтсеңіз. Ойына келген нәрселерді айта бастады. Мақырдың ар жағында шариғат тұрғанын, ауыртпашылық түсірмеу туралы. Енді осы жерде қалың малдарды айта кетіңізші. Қалың мал мен мақырға тоқталайық, ары қарай қазақтың салт дәстүрлерін. Енді бері қараңыз, енді тең-теңімен ғой. Дұрыс айтасыз. Бұрында қазіргідей емес. Бай-байға, сай-сайға құятын дейсіз. Мен өзім мына отбасы некені зерттеймін. Дәстүрлі, қазіргі кездегі, сосын ажырасуды зерттеймін. Ажырасуды. Біраз кітаптар жазып тастадым да, біздер мына жас буындар, нелер енді отбасы тұрақты болу керек қой. Бұрында біздер ондай ажырасу, тұрақсыз отбасылар сирек еді. Неге десең, билер болды, ақсақалдары болды, айтқан үлкен адамдарды тыңдайтын. Қазір ешкім тыңдамайды. О кезде неге мынандай не болып отырды? О кезде білетін адамның қызын алады, айттырады. Білетін адамға қызын береді. Білет, екі жақ. Шешесін көріп қызын ал деген мақал жайдан жай емес. Әлеуметтік жағдайлары бір-біріне жақын адамдар. Бірін-біріне жағы нетеді. Енді қалың мал деген біздерде енді Ресейдің жаңа ғалымдары, әскери нелер, көбісі енді барлаушылар ғой, барлаушы, разведчик дейміз ғой, шпион дейміз бе, анандай сол біздің мықты жерлерімізді, әлсіз жерлерімізді, көре алмайтын жерлерді, соның бәрін жазып кеткенде, олар енді анандай топанбас деп айта алмаймын. Біздің анандай дәстүрді білмейді, мынау тек сатып алып жатыр. Қызды сатып алып жатыр. Иә, сатып алып жатыр. Оның деген жағдайы жоқ. Оны неті біздің де қазіргі кезде де ғалымдар, профессорлар, әйелдің анандай қыздың, келіншектің жағдайы деген мүшкіл деп оны сатып алды деп. Ешқандай онда сатып алмайды. Ол арнайы тапсырыспен жазылған мақалалар емес па? Аналар, иә, сондай. Енді мына қараң, екі жақ тең. Мен жаңа ең басынан әлеуметтік бастадым ғой. Ол жағдайы төмен болса да, анандай бай не болса 57, 47, жаңа жылқымен немен жаңа нетеді ғой. Жылқысы, мысалы, біздің оңтүстікте жылқы аз болса, оны қоймен береді, иә? Жаңа бір жылқыға, мысалы, 15-25 жаңа қойды нетеді, өздері нетеді. Енді қалың мал. Бұл мүлдем жаңа, міне мен қалың малды бердім, қызын алып кетемін. Ондай ешқандай жоқ. Оның өзінің уақыты бар. Құда түсуге бола ма, болмай ма, бере ме, қызын бермей ма? Қызын бермей десе, оған жаңа келмейді ғой. Енді ананың бәрі кесіп келгеннен кейін, сосын қалың малға кіріседі. Ол бір ай бола ма, 2 ай бола ма? Қалың малды кім анықтаған сонда? Қалың малды енді ана ненің қызың несіне нетеді ғой, жібереді ғой енді. Жігіт жақ жаңағы береді өздерінің. Келіседі, не кіреді жаңа қалың малға. Мысалы, бір 2-3 айда жаңа қанша не береді. Әйтеуір анау мал не төлену керек.
Біреулер анандай келісіп төлей алмаса, ол 1 жыл, 2 жыл жүре береді. Кредит сияқты ма? Кредит оған ешқандай не жоқ. Ойбой. Иә. Енді Сондықтан тегін тапса тегін бер деген бір мақал шыққан да. Енді ана Аманжолға сіз жалпы тарихшысыз ғой. енді мал кетті ғой енді, иә? Иә. Біреулер ойлады, міне, ананы сатып алды. Ол кезде анандай ақша не етпейді, малдың құнымен мына жәрмеңкеде неде алмастырады, керегі нетеді ғой. Енді қыздың үйі жасау дайындайды ғой, жасау деген анаған керемет ақ киіз үйден етілген жаңағы киіз үй, оның жаңағы жиһаздары, оның ыдыс аяқтары, оның көрпе төсектері. Қазір сізді мына қалың мал жаңа балаңыз үйленеді, бауырыңыз үйленеді. Ана қалың малды жаңа бердіңіз енді. Қыз жақ жаңағы өзінің қызына 2 бөлмелі пәтер алып берсе қандай? Ол кезде де осындай болған ғой. Айналайын ғой ондай адам. Осылай болған. Жалпы өзіңіз тарихшы ретінде бір сұрайықшы. Тарихта кездескен ең қымбат қалың мал қандай болды? Қанша мал? Ой, қазақтар өте ол жағынан мәрт болған ғой. Енді 500 жылқыда. кейбір тарихта Жоқ, 500 жылқы бермейді. Ешқашанда ондай берілмейді ғой. Біз деген ойбай, ол ешқашанда ондай деген жоқ қой. Өз Сәукелестің өзін 500 жылқыға жасады емес па кезінде қазақтар? Мен анандай неге айта береді, мен сенбеймін. Ол миф па? Миф, аңыз. Ол өзің мөлшері бар. Мөлшері бар. Мен ана қазір нетем ғой, мен балама қазір жаңағы не той жасасам, бір 15-20 мың доллар шығады. Өзің мөлшері бар. Сол мөлшермен нетеді. Ешкім анада нет. Даже ханның несі болса да 500 жылқы бермейді. жоқ, өзіңіз жалпы кездестірген тарихтағы қалың малдардың 57 ол аталып 57-47 біздің жаңағы нетіп отырған тарихта бар. мыңғырған жылқысы бар байлар үшін 57 деген не ол? Одан да көп берген шығар. Енді ол Действительно, оның деген мына бері қараңызшы. Мысалы, Айнұр қазір тұрмысқа беретін болса, Айнұрға жоқ деген 600 жылқы сұрайды. Жаңа байлар дек, иә? Жаңағы анандай жоғары недегі. Оның 1 баласы, 2 баласы болған жоқ қой. Енді ойлаңызшы, 3 әйелден, 4 әйелден қанша бала да, қанша қыздар бар. Өзің бәрін еншісі ол ешқандай ақымақ емес. Сен анандай бәрі 500 мың жылқы нетсең, ертең бітесің ғой. Ол 2-ның бірі Оразбай, 2-ның бірі Құнанбай емес қой. Сонша жан жылқылары бар. Миф, аңыз. Маған нақты анандай нелерге жаңағы міне мұнында келді, міне осынша мал берді, аста осынша мал сойылды мысалы. Ол аста сойылады 500 мың. Нақты сандар болмаса мен мифқа сенбеймін деп отырсыз ғой. Қараңызшы, мен естуім бойынша қазақ этнографиясындағы мифтер туралы айтып қалдық, иә? Жаңа айттыңыз, ол бір сәукелені 500 жылқыға жасаған, немесе 500 жылқы жаңағыдай қомақты қалың мал берген тарих. Жасағанды сіз айттыңыз, бірақ Аманжол ағамыз келіспеймін. Бір сәукеле 500 жылқы дегенге мен ешқашанда түсінбеймін. Сонда қазақ этнографиясында мұндай мифтар бар. Оны анандай деймін, сенбеймін. Атақты Сағынайдың асына кеткен шығын Тәж-Махалды салуға кеткен шығынмен тең деген сенбеймін деймін. Тәж-Махалдың несімен біздің ана асы, сіз білесіз бе? Бабурдың Тәж-Махалдың анандай мавзолейді, оны ақ мәрмірден жаңа нетілген ондай. Біздікі қазақ енді біз қайдан жүр ана деректер? бөлше береміз. Аманжол аға, сіздің 20 мың жылқыңыз бар. 2 ұлыңыз бар. Құдаңыз 1000 жылқы сұрап отыр сол қызға. Не істейсіз? Бермейсіз ба? Тағы да айтам. 1000 жылқы берілмейді деймін. Сіздер өздеріңіз, мен өзім немді айттым көз қарасам. Мен ондай неге мифке аңызға сенбеймін. Жоқ, аңыз емес, мен просто сізден сұрап жатырмын. Мен ғалым ретінде сенбеймін. Реалист па. Аға, енді жарайды, өзіміздің той тақырыбына қайтып оралайықшы. Той тақырыбы. Той тәрбие мектебі дейді ғой. Осы тойдан қазақтар қазір тәрбие алып жатыр ма, әлде сәл ақша ғана шығындап жатыр ма? Бәсеке ғой. Бәсеке. Кеше біздер мына орыстар енді біздер сияқты 400-500 адам шақырмайды, шағын адам, 50-60 адам, 20 адамға той жасайды да, сол неткен, оларда біздер сияқты туыс жоқ қой. Айтайын деп отырған түскені сол екі жақтың ақшаны мына жастарға пәтеріне, басқа нелерге жұмсап жағандай нетіп. Қазір біздерде сол жағдайына қарап жасап жатыр. Мен бұлай қарайын, қазір менің ағайындарым бар, квартал сайын той жасап жатыр, квартал сайын. Қанша адамнан?
200-300 адамнан жаңа жасап жатыр. Ол қанша ол шығарып отыр да, сонша не келіп отыр. Енді алақан кең жаңа адамдарға көмектесіп, жағында енді сондай беделі бар. Сондай біздің бәр жерде сондай адамдар бар ғой. Енді соған анандай жағдай жоқ, қарызға алып, немесе Несиеге алып. біреулер өзінің қыздарына кредит алып, ода қазір біз естіп жатырмыз ғой, қызы анандай ұзатар тойды жасау үшін кредит алып, ертеңнен ол арты қалай болады өзің жағдайына қарамай анандай тойларға нетіп жатырған. Мен сондайды жақтырмаймын. Керек емес, ол жағдай бар адамдар жасасын, 500 адам шақырма, 1000 адам шақырма, өздері білсін. Яғни жағдайы жетпесе, той жасаудың қажеті жоқ. Анандай жаса, 50 адамға, 100 адамға өзің сеніп, анандай. Мысалы, мен адамға жасай, екі баламды мысалы үйлендірдім, Мысалы үйлендірдім, ешқандай кредит, ештеңе алған жоқпын. Мен қанша шығардым, сонша менің туыстарымнан келді. Мен өзім шамама қарап, адамдар шақырып отырмын. Түсініп отырсыз ғой да? Біреулер айтып отырғанымыз шамасы қарамай отыр. Пәтер қалай жалдап тұрады, ертеңгіні ойлау керек та. Біздің қазақтар ертеңгісін ойламайды. Бүгін мастанып деген той жасау керек. Кімдерден мен қалыспау керек, мен кімнен кемін деп. Сондай болмау керек. Мен соған қарсымын. Енді осыған байланысты біздің тойларда қабылданбайтын нелер бар, дәстүрлер. Мысалы, міне, өзім соны басқарғанда неткенде былай шетіне мен деп нетпеймін, мен регулировать етемін, айтам. Келін, күйеу бала мен келіні, келін атасына торт тапар аузына салмасын. Анау деген масқара, ұят, қалай? Күйеу бала атасының несіне қалай салады? Әкесімен вальс билеп жатады. Болмайды. Екіншін айтам, кәрістердің несінен еткен, тортта келе жатырғанда, қараңғылы свет сөндіреді. Бізде қазақта ешқашанда қараңғы нетпеген. Не, біз қараңғы дүниеден шығып қайтадан қараңғы дүниеге бара жатырмыз ба? Ондай болмау керек. Шырағың сөнбесін дейсіз. Үшінші, беташарды. Беташарда қандай қателік кетеді? Асабалар дейміз, енді тамадалар. Жаршылар деп қойшы. Жаршылар, домбырасымен нетіп, келінің басындағы менеме домбыра деп несін нетіп жатыр. Анау деген немен ашқан келінің бетін? Ол тамадаң. Мүмкін мен оны сыйламайым. Сен бет ашу несен, оның келінің енді енесі бар, үлкен елері бар, беделі бар, ел білетін солар ашу керек қой. Мынау мүмкін маскүнем шығар, мүмкін ажырасқан шығар. Ертең анандай нетсе, ол ажыраспаса да сондай нелердің ертең ажырасып кететіндердің несін бет ашарын нетті, анадан жұғат еті, ол магия, неге бар, сондай магия нелер бар. Бірін-біріне нететін. Мен осыған қарсымын. Сіздің келіндеріңіздің бетін кім ашты? Бетін енесі нелер ашқызады, тамадаға ашқызған жоқпын. Тамадаға ашқызған жоқ. Тағы қандай қателік кетеді? Бір өрескел қателік. Енді қателік неткенде, мына тойлар бізде былай болып жатыр. Қазір мен сізге айтайын, 70% табақ, ақша. 30% салдырмайды. Енді былай, біз тойға апарғанда былай да былай беріп жатырмыз ғой ақшаны, тағы да. Енді жерде біреудің жағдай жетпей ме, анаған тағы нетейік, ананың ішіне мақтаны біреу 10 000 теңге тастайды, біреу 5 000 тастайды, біреу $100, 54 000 ақша тастайды. Жерде тағы біреудің жағдай келеді, біреу жағдай келмейді. Сол жерде анандай не? Жалпы Аманжол аға, тойдан, беташардан табақты алып тастау дегенге қалай қарайсыз? Өйткені келін сәлеміне ешқашан құн дауламаған. Блогерлердің тойын көрдім, мен миллиондап былай санап тұрып тастаған. Бет ашқан дәстүрлі әншіге тек шапан жауып, ишаратын жасап, рахметін айтып, алғысын айтып шығарып салса. Мен анандай нені тойда болдым. Тойда өзімнің туыстарым. Айтып отырғандай, сапасы анандай керемет. Екіне бір нені Алматыдан етіп барған тамада керемет нетіп жатыр да. Енді ар жақтан білмеймін, Атырау жақтан ба, неден келді, ода қыстырылысып, ақша деген түсіп жатыр да, үйдің иесі ақша оған ешқандай проблема емес. Жерде мықтылар бірмен бәсеке болып жатыр да. Тамадалар мұна қалтасына $, мұна қалтасына, екінші, мен соған қарсы болдым да. Сондай не көмектесетін, түсінетін, жағдай нететін, ол өзі былай да былай береді. Анандай нетпеу керек та, сізбен келсем. Келінен енді не ғой енді. Беташардан табақты алып тастап, сол бетті ашып, жақсылап халыққа келінді таныстырып берген адамға
өзінің сый сапатын жеке ұсынып қойса, иә? Көзқарасымыз бірдей, Иә? міне, иә. Мен дұрыс қой деймін, иә? мына Енді қаланың тойлары Абай мен Құнанбаевтың- ауылдың тойларында айырмашылық бар ма Қандай? қазір? Қаланың тойлары мен ауылдың тойларында бір-біріне өтіп кеткен дәстүрлер Қала, немесе ауыл деген кезде енді Иә. бұл жерде айырмашылық жоқ, қазіргі. Қалада қала ғой, сен қала мен ауылдағы тойыңды жер мен көктей ғой. Қандай Ауылда да тойлар болады. айырмашылықтар, қандай Жоқ, анау салт шығын дәстүрлер? деген қаланың ауылдың тойысымен 5 есе 10 есе неді, жаңағы тамаданың жаршының өзіне қанша жаңағы не Не жасыл үйінен көре жатырсың? қанша берсең де мен жаңа неттім ана кезінде жаңа мана фамилия айтпай ақ қояйын, мана біздің ұлы ақын сол ана қызын ұзатар тойын жасағанда енді осыдан 40 жыл бұрын да ана неге жаршыға машина мінгізді. Машина мінгізді. Енді айтпай қояйын, қандай жаңағы нелер қанша беріп жатырған, қанша андай нетіп жатырған. Ең не мынандай тойда біз жастардың болашағын ойлауымыз керек. Бәсеке анандай болмасын. Мен Мақтаншылыққа анандай салынбау той керек. жасап едім, сен мынандай той жасап едің. Біз ана киітке мынандай беріп едік, сендер мынандай бердің деп. Содан ертең жанжал басталады. Соның бәрін шешіп, мен ана өзімізді қыздар бергенде туыстарымыз аналармен келісіп минимальный қылып жаңа өкпелемейтіндей жолын жасап, біздерге ешқандай киітің де керек емес, ол киітті біз кимейміз де қаланың адамдары. Оны алсақ ертең біреуге бере саламыз. Не істейміз оны жаңағындай нетіп. Той аралап жүреді дейсіз ғой Иә, сосын. одан да екі жақ тең болып, қолымызға келгенін жасайық та, ертеңгі жастардың болашағын ойлайық. Мен өзім мысалы туыстарыммен жағдайы жоқ, ана қызын ұзатып жатыр. Өзім тойын жасап бердім. Енді ортаншы қарындасымның қызын тойын өзім жасап бердім. Мен ол мақтаныш үшін жасаған жоқпын. Мақтаныш нетіп, мен асымда машина да жоқ, Әулеттің абыройы. Иә, сонда анау енді жақсы жердің несі, ертең айтпасын, мыналардың жағдайы жоқ, жаңағы мында келді, жаңағы тойға. Қай жерден келгенін айтпай қойын, Алматыда жасалдым. Қазір мынандай керемет Отбасы болды, иә? 4 баласы бар, күйеу бала да жақсы. Құдамен өзім қызымды бергенде араласып отырмын. Екі жақты сол бірдей болу керек та, ешкім төмен түсірмеу керек, ешкімді бұлай нетпеу керек. Біреулер болады анандай. Ана байдың қызына жаңа не неттім, ол өзі анандай нетіп. Ана бай ертең айтады, ой, мынау деген не еді деп. Сондай болмау керек. Тең теңімен тезек қабымен деген сөз ғой енді. Сондай мына ғылымда не бар? Авторитарный отбасы, эгалитарный жағы неле қарым-қатынас. Маған сол эгалитарный, орысша айтқанда демократичный. Бірдей ешкімді төмендетпеу керек. Бірдей. Қызыңды бердің бе? Ертең сен анандай не еттің бе? Ертең қызың бақытсыз болады. Сыйлап болашақ құдаңды, болашақ туыстарыңды. Менде керемет сондай жағы құдаларым бар, өзім туғаннан артық. Керемет араласамыз, не етеміз, бір-бірімізде. Мен олар түсем, олар мен түсем. Жаңағы 4 бала 90 жасыңызда сізді төрге шығарсын. Сізге той жасап берсін. Алғысымыз шексіз. Ең бастысы бүгінгі әр келіп жатқан қонағымызға айтарымыз, қазақтың тойы бітпесін деп тілейміз. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта болған тарих ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, этнограф, тарихшы Аманжол Қалыш. Той қазақ үшін жай ғана мереке емес, белгілі бір рәсімдер мен іс-шаралар орындалатын дәстүрлі жиын. Әсіресе бұл үйлену салттарына қатысты. Мысалы, беташарды алсақ, ежелде күйеуге шыққан келіннің жүзін ене мен қайнатаға бірден көрсетпеген. Ол 3 күн бойы күйеуінен бөлек бойжеткендермен бірге түнеп, 4-ші күні таңертең бетін үлкен шәлімен жауып, жиналған жұрт алдына шығарған. Домбыраның мойнына осы жамылғының бір бұрышын байлаған, екінші бір бұрышына салмақ болу үшін тиын салып қойған. Осыдан кейін ғана ақын беташарды бастап, жырды орындаған. Домбыра ғарыштық энергия мен аспанның шапағатын жеткізуші. Жоғарғы және орта әлемнің арасын жалғаушы қасиетті аспап деп саналатын. Сондықтан бұл рәсім дәл осы аспаппен орындалған. Бетін ашып келіннің көрімдеген алайын. Қалай болса бүгінгі қазақтың ата дәстүр салтыменен, қазақтың келі қара домбырасымен бүгінгі әулетке түсіп отқан айдай сұлу ақ келіннің бетін ашып берейік. Олай болса қошеметтеп қойыңыздар. Тағы да бір қызық жайт, бүгінгі кейбір үйлену тойларында естілетін жар-жар әні ертеде келінді ұзату кезінде қыздар мен жігіттер тобы кезектесіп айтқан жыр болған. Яғни
Ұзатудан бұрын қалыңдық туыстарын аралап, тойға шақырып, сыйлықтар алып, бірнеше күн бойы әр үйде қонақтаған. Сол кезде бұл ән орындалған. Бір шумағын жігіттердің хоры, келесі шумағын қыздардың хоры кезектесіп айтқан. Қазақтың той мәдениеті ұлттың рухани жадын сақтайтын ерекше құбылыс. Бүгін біз оны тек мерекелік дәстүр деп қабылдағанмен, оның түп тамырында тұтас дүниетаным, өмір мен отбасыға деген көзқарас жатыр. Сондықтан этнографтар мен өнертанушылар айтып жүргендей, ежелгі салттарды зерттеу өткенге үңілу ғана емес, өзіміздің кім екенімізді түсінудің де жолы екен. Құрметті достар, Q-Start бағдарламасы біз бүгінгі қазақтың қазыналы тойы жайлы тақырыбымызды әрі қарата жалғастырамыз. Осы тұста менде бір Айнұр саған сұрақ бар. Тойда қандай әуендерді, қандай әндерді тыңдаған жақсы көресің өзің? Енді той болғаннан кейін әрине Музыкантты барып мазалаған кездерің болды ма? Бауыр мынада музыка қос дейін. Мен ән музыка таңдамайды екен. Маған билейтін музыка болса болды. Балқиядан бастап билей береміз ғой. Прямо по-ташкентски, танцуй по-чемкентски деген болып тұр ғой. Шымкентші әндерді жақсы көремін былай айтқанда. Тікс, бір дүш деген ғой. Былай ғой. Енді Айнұр, маған ең жақсы көретінім, мен тойда струнный оркестр, үрмелі оркестр, қазақтың дәстүрлі өлеңдерін төрге шығару. Неге? Өйткені сапалы музыканы біздің қонақтарымыз, меймандарымыз күнде тыңдауға мүмкіндігі бола бермейді. Бірақ кейде осындай классикалық музыканы мен ұсынамын. Және де біздің көрерменімізге де бүгінгі қонақтарымыздың құлақтарын құрышын керемет сазды симфониямен қандыруға осы студиямызға келіп отыр. Ендеше таныстырып өтейік, Қосқанат ұлттық әскери патриоттық орталығының әскери оркестрінің концертмейстері Олжас Бергентаев және Жамбыл атындағы Алматы филармониясының ағаш үрмелі аспаптар квинтетінің солисті Сұлужан Елубаева ханым бізде қонақта. Және бұл кісілер ерлі-зайыпты музыканттар, отбасылық музыканттар және музыканттар династиясы десе болады екен, сіздерді сонау ата-анасынан бастап, міне бүгінгі ұрпаққа дейін жалғасып жатыр. Және сіздердің балаларыңыз да, осы Біз екінші ұрпақпыз, музыканттар династиясының. Үшінші ұрпақ. Үшінші ұрпақ. Ата-әжеміз де музыканттар. Ата-анамыз да музыканттар. Біз және біздің балаларымыз да музыканттар. Ол кісілерде осы үрмелі аспаптарда ма, әлде басқа? Ән айту, композитор және домбырада. Балаларыңыз? Балаларыңыз скрипкада, фортепианода. Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған. Енді біздің қазақтың қарапайым адамдары мына трубаны, флейтаны көп серік ете бермейді. Бұған кім алып келді? Ол жеке, өзіңізден бастасақ. Енді бұған келу себебіміз әке-шешеміз біріншіден. Әкем өзі осы туба деген аспап бар, үрмелі аспап. Туба? Туба. Арысыз. Сол туба аспабында оқыған. Анам болса қобыз аспабында. Олардан музыканттар. Содан ағам болатын, Болат Есімханов деген. Ол осы труба аспабында оқып бітіріп, сол дайындалған кезінде, жұмысына барған кезде осы аспапты мен жақсы көріп қалдым да. Ол оқуын бітіріп кеткеннен, оның ізін басып, мен сол ағайға, Қасенов Темірболат Бөлегұлы деген марқұм ағайымыз болған. Сол кісіден оқып, 4 жыл тәлім алып, Талдықорған қаласының саз колледжінде. Одан кейін Алматыға келіп консерваторияда 4 жыл тәлім алып, оқуымызды профессор Юрий Степанович Клушкинді жалғастырдық. Сіздер енді осы аспаптармен сахнаның ғана емес, тойдың да көркін қыздырып жүр екенсіздер, Жалпы қашаннан бастап шақырыла бастадыңыздар тойға? Халық бұл аспаптарды қалай қабылдайды, сол туралы айтайықшы? Енді біз бұл аспаптармен мен өзім 2013-тен бастап қолданып ойнап жүрмін. Ал бірге дуэт болып отау құрған кезден бастап 2015 жылдан бастап бірге. Екеуміз дуэт болып тойға көп консерваторияда оқитынбыз. Одан кейін бір хобби ретінде тойға шығып жүргенбіз. Адамдар оны күшті қарсы алып, күшті қабылдады. Содан кейін ары қарата оны жалғастырып
ұлғайттық. Сол 2015 жылдан бастап тойда Иә, да иә. сахнада да біргесіздер, иә? Бұйырса Енді биыл Сұлужан 10 жыл флейтаға болды. қалай қызығушылық пайда болды? Флейта енді менің тағдырымды менің әжем Әзеңіз тағдырыңыз шешіп қойды. шешіп тастады, иә. Ол кезде мен әлі туылмағанмын. Сенің атың флейта, сенің атың флейта деп. Екінші Ол кезде атың флейта. ауылда тұратын, әже атам Қай ауылда ауылда? тұратын. Алакөл ауданында, Қабанбай ауылында. Сол кезде тұратын, әжем сол кезде айтатын, радиода Жұбанов мектебі, Байсейітов мектептері туралы болған кезде сол кезде мен әжем айтатын, о, немерем Сұлужан Байсейітов мектебіне түседі деп сол кезде айтып қойған. Содан кейін ол кісілер Алматыға көшіп келді да, мені Байсейітов мектебіне түсірді. Қалай адамның ниеті деген? Неге айтпаңыз. флейта? Негізі мен кішкентай кезімде сол Батырхан Шөкенов сияқты керемет кісілердің Үлгі клиптарын тұттыңыз, иә? көріп жүріп, сол жерде неше түрлі аспаптар болатын. Негізі менің таңдаған аспабым труба аспабы болатын. Бірақ та менің Деген тағдыр. Иә, Мен мектепте олжасы трубасы үшін таңдадым десе. солай болып тұр ғой, қалай тағдыр, иә. Сол кезде мектепке түсіп, уже басқа аспапқа түстік, ол кезде кішкентай басқа аспап. Мен трубаға көшем деген кезде маған айтты, сен бойың кіші келмейді, Бір үйде бір труба жетеді. Бойың Өзі кішкентай, 6 мен жаста 6 сол жастамын, кезде. 6 кішкентай. жаста бар. Сөйтіп мұғалімдер айтады, сенің бойың сәйкес келмейді, басқа инструментті таңдап көрсеңші деп. И басқа инструменттерді көрсетеді. Сол кезде маған флейтаның үні өте ұнады. Ол Енді сондай керемет Айнар аспап. жалпы тарихқа үңілетін болсақ, Лучано Паваротти, Батырхан Шүкенов сынды өте мықты әншілер әншілік өнерді сәл жайырақ бастаған. Оған дейін көпшілігі үрмелі аспаппен шұғылданған. Сіздердің балаларыңызда әнші өнер бар ма, әншілік өнер? Біздің балаларда енді дарынды балалар мектебінде Ахмет Шоқанов атындағы сол жақта оқығаннан кейін оларда енді өнерлі. Бізде бір осы жақын арада бір жағдай болды. Апамыздың туған күні болды. Содан 7 адам 7 түрлі инструмент алып келді. содан Қандай рахат, иә? Кіреберісте Дайын концерт. телефонды алып қараймыз, ол сөйтсек туысқандарымыздың бәрі құттықтап жатыр. Содан бізге ой келді, давайте бізде енді өзіміздің атымыздан ерекше бір құттықтау жасайық, бала шағамызбен бәріміз. Содан ұйқыдан тұра салып, инструменттерімізді алып, балаларымызбен енді мына шығарманы ойнайық деп өзіміз ұсындық. Содан кейін олар да өздерінің аспаптарын алып шығып, қызымыз скрипкасын алып шығып, ұлымыз фортепианоға отырып. Содан 3-ші баламыз бар. Ол 3 жаста садикқа барады. Енді оны да бір баулу керек қой. Содан кейін оны алдық та отырғызды, кішкентай колонкамыз болған. Мен саған барабан деп сушидің 2 таяғын берді де отырғызып қойды. Содан құттықтап түсірдік. Бірінші кадрдан түсірдік, екінші кадрдан жақсылап түсірейік деп еді, кішкентайымыз отырмай қойды. Содан жарайды. Сол бар мен базар деп бар мен базар деп соны алдық. Сонымен туысқандар группасына жібердік. Енді өзіміз кешке шай ішіп отырып, сөйлесіп отырдық. Жаңағы видеоны Инстаграмға неге салып қояйық, естелік болсын ертең. Ертең күні балалар есейген кезде көреді, жаңа кішкентайымыз көреді. Сонымен жарайды деп салып қойдық. Таңертең тұрсақ, достарымыз онда отыр. Ей, сендер деген TikTokта жарып жатсыңдар, не істедіңдер? Біз түсінбейміз. Сөйтсек қарасақ, жаңағы видеомыз қанша просмотр жинаған? 100 мың ба 100 мыңдай просмотр жинаған бір түннің ішінде. Ертеңіне жұлдыз болып оянды дейсіз ғой бала шағаңыз. Айтсаңыз, иә. Қазір жанұялық отбасының группаның аты қандай? Енді оның группаның атында біз Берген таяқтар бала шаға бар. Мен осы үнін тыңдағым келіп отыр, мына аспаптар. Берген тай деген, берген тай емес, тай бермесең музыка шырқамайды деген ат қою керек сияқты. Енді жалпы флейтаның трубаны біз енді дәу трубаларды көріп үйреніп қалғанбыз. Мынау қандай түрі? Флейтаның бірнеше түрі бар шығар. Бізге соны айта кетсеңіздер. Классикалық түрі Францияда бұрынғы заманда шыққан. Бұл біреу француздардың флейтасы, иә. Ол одан кейін Европаға тараған, одан кейін барып бізге келген деген сияқты. Негізі әр халықтың өзінің бір флейтасы болады. Мысалы бізде сасырнайдың үні өте флейтаға ұқсас. Біздің сасырнаймыз ғой. Иә, біздің мынандай сасырнаймыз. Сол үшін қазіргі қазақ ұлттық оркестрлерде сасырнайдың бәрі көбі ойнай білмейді. Бірінші себеп. Екінші себеп сасырнайдың кішкене диапазоны кішірек болғаннан кейін. Иә, өйткені мүмкіндігі кішкенесі бар. Бүкіл оркестрдің шығармаларын орындауға жеткіліксіз. Сол үшін сасырнайдың орнына флейта аспабын қазір қолданады. Керемет, керемет. Ал труба? Труба аспабы енді кезінде ерте заманда бұл Сұлужанның таңдаған трубасы жайлы айта кетсеңіз. Бұл аспап негізінде ерте заманда ана клапандар болмаған. Ол жаңағы құрбылай қойып
соғысқа аңға алып шыққан Иә. аспап болатын. Содан кейін ол келе уже клапандар қоя бастады, диапазоны кеңейді, мүмкіндігі көбейгеннен Артты кейін, дейсіз ғой, иә? арттырғаннан кейін осы аспапты қазір мысалы оркестрда, әскери оркестр, симфонический оркестр, үрмелі аспаптар оркестрі қолданыста. Мысалы скрипка аспабы симфониялық оркестрде ол ең бірінші аспап қой, концертмейстер деп аталады, ал труба болса үрмелі оркестрлердің ол концертмейстері. Бір композиция орындатса. Мен болмасам әскерилерде концерт болмайды десеңізші. Әрине бұл кезде жауынгерлік Труба деп рухты айтпаңыз, Олжас болмаса деп айтыңыз. жауынгерлік рухты көтеруге арналған аспап болған ғой, негізі Иә. тарихы солай басталған, солай, иә? Енді сіз өзіңіздің орныңызда екенсіз. Иә, Айнұрдың өтінішін орындайықшы. Иә, сөйтейікші. Мен ара кетіп тыңдап тұрам. Енді осы жерде сіздердің бір отбасылық шығармаларыңыз болсын. Құрметті достар, мұқият болыңыздар. Бергентаевтар отбасының орындауында керемет шығарма «Без самы муча». Мені жақсылап сүй деген шығарма. Қазақша аудармасы. Тойға келген қауымның музыкалық талғамын кәдімгідей өсіру ғой, бұл дегеніңіз жаңа деңгей. Қазақ тойлары осындай бір әлемдік классикалармен толықса, ол енді Сұраныс қандай? Олжас. Сұраныс жақсы, қазір халық деген тойдың ортасында осындай классикалық әндер жиі сұрайды. Көбінесе қалада ма, әлде облыста? Енді облыста көп шыға бермейтін шығарсыз. Шамамыз келгенше барлық жаққа баруға тырысамыз. Үлгеруге Өйткені мына тырысасыз, жанды дауыста бұл өнерді біздің міндетіміз деп есептеймін енді. Осыны Музыканы халыққа насихаттау. Ал әріптестеріңіз халтураға бардың, мынандай классиканы төмен жерге түсіріп жүрсің деген әңгіме айтпай ма? Ондай жоқ енді. Қазір енді әскери марштардан кейін мынандай тойдың марштарын орындау қалай болады екен өзі Олжас? Енді әскери барлық жақта біздің мақсатымыз халықтың көңілінен шығу. Мысалы, осы музыка арқылы өзіміздің сезімімізді, жан дүниемізді жеткізу. Сол себепті әскери марштарда да, тойда да ойнағаннан ол біз бәрібір сол жан дүниеміз салып ойнаймыз. Басқа шығармалар орындалатын шығар бәрібір да, әскери салада, марштар, рухты көтеретін, ана жаққа келіп көңілді, баяулап, ол өзіне де пайдалы сияқты, Олжастың, ана жақта қатайып аласыз да, ана жаққа келіп жаймен денені бос жібересіз. 10 жыл бұрын артқа шегерілейік. 2015 жылы екеулеріңіз үйлеріңіз тойларыңыз болды. Қандай тілде өтті? Қандай стильде болды? Бүгін енді той тақырыбын қозғап жатырмыз ғой. Олжас пен Сұлужанның тойына оралайықшы. Енді айтады ғой, сапожник без сапог дейді. Тура сондай болды. Енді өзіміз өнерде жүргеннен кейін ондайға аса мән бермеппіз де. Біздің негізі өзіміз ол уақытта Алматыда оқуда болдық, тойымыз Талдықорған қаласында болды. Әке-шешеміз тойда шапқылап, біз мына жақтан өзіміз киім-кешегіміз дайындап шапқылап, сабағымыз бар. Содан кейін ондай аса дүбірлетіп өткізген жоқпыз тойды. Жоқ, оркестр болған жоқ па? Оркестр болды басында сол фуршет кезінде болды. Енді духовой емес, үрмелі аспап емес, қазақ оркестрі болды. Ал қазір өздеріңіз барып жүрген тойлардан көріп жүрген
вау деп айтатын бір дәстүрлерді көріп жүрсіздер ме? Мысалы, таңдай қақтыратын тойлар, таңдай қақтыратын оқиғалар, елең маған еткізетін. өте ұнайды қазіргі тойға құдаларды кіргізген кезде шашып домбыралармен өлең айтып ансамбльмен жүретін маған өте ұнайды сол. Өте керемет. Сондай күшті әсер, бір кәдімгі қазақтың тойына келгенің Қазақтың рухы сезіледі дейсіз ғой. Иә. Және басқа ұлттар да келеді ғой біздің тойларға. Оларды қандай күшті, қандай керемет киім кешектер, костюмдар, қандай әндер, қандай аспаптар деп олар да аузын ашып тұрып айтады ғой. Салт-дәстүрімізге таңдана қарап. Маған өте ұнайды сол қазақ болып кірген. Жеке орындайтын кездеріңіз болады ма? Болады. Жеке орындайтын кез болады. Концерттерге шақырады, жеке орындаушы ретінде. Сол сұраныстардың бәріне баруға тырысамыз. Бәріне, жан-жақтан дейсіздер. Енді трубаға түсем, флейтаны өзіме серік етем дейтін жандарға өздеріңіздің қанша жастан бастау керек? Және де қандай флейта не болмаса труба таңдау керек? Және ең бастысы осы бағаларын айта кетсеңіздер. Негізі бұл арзан тұрмайтын дүние. Енді ең арзан трубадан бастайықшы, және ең қымбат кете береді ғой ары қарата. Жаңағы балалар деп жатсыз ғой, бізде қазақ халқында дарынды балалар өте көп. Екінің бір баланы тоқтатып алсаңыз, екінің бір өлең айтады. Сондай дарынды балалар. Сол балалардың бәріне бір шағын ұсыныс болсын, кеңесім болсын. Ата-аналарға Алматы қаласында 2 мықты мектеп бар, әлем деңгейіндегі мектептер, ол және Күләш Байсейітов атындағы және Ахмет Жұбанов атындағы. Сол мектепке жыл сайын набор дейді ғой. Іріктеу жүреді. Бірінші класстан 12-ші классқа дейін бала оқиды. Енді ол мамыр айынан басталады. Сол кезде жаңағы бала 1-ші классқа қабылданады. 12-ші классқа дейін осы аспаптармен үйреніп, және де қосымша өзінің сабағын оқиды. Бағып, қағып, ұшырып жүреді ғой. Және де орта білім мектебінің колледждің дипломы дейді ғой. Орта сондай диплом алып шығады. Енді ол жақтың мұғалімдердің бәрі өте талантты, жаңағы әлем деңгейіндегі мұғалімдер деп айтсақ кем болмайды. Шыққан балалардың бәрі шетелде жұмыс жасайды, шетелдерге сұраныстар көп. Сол мектепке келіңіздер, балаларыңыз дарынды болса, осындай аспаптарға түскісі келетін болса, менің кеңесім. Қанша жастан бастап қабылдап және ол қанша өзі Талдықорғандағы? Енді ол кезде біз кішкене жағдай әке-шешеміздің Талдықорғанда болды. Өзіміз үйде 2 ақ баламыз, сол кішкене алысқа жібере алмады. Енді жаңа бір естіп қалдық, Сұлужанға сыйлаған флейтасының бағасы енді бас ауыртатын баға. 4 миллионнан кем емес деп естідік, рас па? Мына қолыңыздағы флейта? Альтус флейтасы. Альтус деген фирманың флейтасы. Арнайы тапсырыс бердіңіз. 3 миллион 500 мыңға. Жаңалары 400 мыңға. 4 миллион 5 миллион болады жаңалары. 3 миллион 500 мыңға. Флейта сыйлап отыр. Бір машинаның Сұлжан сияқты енді музыкантты алу осындай құсты қолына қондыру оңай емес, қос қанаты. Ал сіздің трубаңыз қанша тұрады? Енді біздікі бір $1000 болатын шығар. $1000, 500-600 мың теңгенің көлемінде. Енді бушный. Ұсталғандар. Ал жаңалары $2-3 мың кете береді. Кете береді. Бұны қай жақта жасады? $2-3 мың. Негізі қазіргі ең топ жасап жатқан жерлері. Мынау классический түрі, Бах Stradivarius деген фирма бар, өте жақсы фирма. Сол фирманікі америкалық аспап, Америкада шығарған. Енді флейта Альтус. Альтус флейтасы Японияда шығарған. Арнайы оған тапсырыс береді. Ол жақта әр саусағыңа қарап, ерніңе қарап деген сияқты бәрін ескеріп, сөйтіп шығарады. Трубада ондай әңгіме жоқ. Трубада да бар. Көкпек жақсы болса болды. Мысалы, мынау мундштук деп айтамыз. Бұл жаңағы әр баланың әр ерініне сай таңдалынады. Содан кейін, мысалы, надан тембр, баланың диапазон, соның бәрі байланысты болғаннан кейін осы таңдалынады. Ал ары қаратай мынау уже қосымша кетеді. YouTube желісінде бір видеолар бар да, қазақтың
дәстүрлі оркестрі мен осы симфониялық оркестрдің екеуінің коллаборациясы. Сіздерде жалпы тойға шақырған кезде сондай ұсыныстар болды ма? Болды. Жалпы тәжірибелеріңізде бар ма? Болды, Осындай коллаборация жасап, бір гибридный концерт қойған кездеріңіз? Иә, ондай болды. Қай аспаптармен үйлеседі бізде қазақтың? Біз енді квартет анда-санда басқа составпен де шығамыз да. Мысалы, ол струнный квартет, скрипка, виолончель деген сияқты. Және қасымызда халық аспаптар ансамблі отырды. Ол жерде баян бар, қобыз бар, шеттер бар, одан кейін жетіген бар. Иә, домбыра бар. Сол екі ансамбль бір-бірімен айтысты басында. Басында айтыс болды. Одан кейін аяғында біз бірге Сарыарқаны да ойнадық, кейде Құрманғазының кейін Адайды да ойнадық. Шекспир, Бекспир Олар шетелдік классиканы ойнады. Осоле Миосын да ойнады, жаңағы Бессама Мучосын да ойнады. Сондай кішкене коллаборация болды. Сонда той иесі білмей шақырып қойған ба? Әлде Ол Жоқ, жаңағы ол арнайы солай енді шақырды. бірге ойнайды деп шақырған жоқ, бөлек-бөлек ойнайды деп жаңағы. Біз Бірақ сіздер айтып мысалы кеттіңіздер. 3-4 шығарма, олар 3-4 шығарма деп. Одан кейін біз отырды, ішіміз пыса бастады. Солай келістік. Біз аналардың бізді мойындамайды деп басталады. Солай келістік та, сондай айтыс болды. Той иесіне өте ұнады ол. Өзі келіп бізді видеоға түсіріп, тамсанып қалды. Апта сайын шығасыздар ма тойға? Қалай шақыру? Енді әрқалай. Әрқалай, мысалы, аптасына 3-4 рет болады. Ол жаз мезгілінде. Жаз, күз мезгілінде. Одан және одан кейін не басталады? Күніне 1-2 мейрамханаға кіріп шыққан кездер болады. Иә, күніне. Ал арнайы мейрамханалар бар ма? Сіздерді прям стационарный музыкант қылып қойған. Бізде енді мен таныстарым бар. Гитаристер, баянистердің арасында таныстарым бар. Сондай асабалар бар. Бізді арнайы шақырып тұрады. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Ал жаңа жылдық кештерде қай жерде боласыздар? Енді жаңа жылда жұмыс шықса корпоративкаларда боламыз. Сахнаға қашан шығасыздар сонда? Қаншалықты жиі шығасыздар сахнаға? Жоқ деген кезде айына 3-4 рет сахнаға шығып тұрамыз. Жоқ деген кезде. Бірге де, жеке де? Бірге де, жеке де. Сіздің мекемеңізде қаншалықты концерттер жиі өтеді, әскери жиындар? Өте жиі өтеді. Жаңағы өте көп қой бұл кісілердің әскери генералдар келеді, делегациялар келеді шетелдерден. Сол кезде гүл шоқтарын қою Алматыда мәңгілік алауға. Одан кейін жаңағы сарбаздарымыз әскерге кетеді, соларды шығарып салу, соларды күтіп алу. Одан кейін жаңағы патриоттық рухтарын ояту. Бізде әскери дом офицеров дейміз ғой, сол жақта жаңағы жас сарбаздарға, офицерлерге біз концерт қоямыз жиі-жиі. Енді біздің мақсатымыз осы музыка арқылы, инструмент арқылы жаңағы сарбаздардың, жастардың отанға деген рухын көтеру, сүйіспеншілігін арттыру. Қандай керемет. Енді жалпы той тақырыбына оралсақ, өздеріңіз тойға қарсысыздар ма? Қарсы емессіздер ме? Қазір көп адамдар тойды тоқтату керек, доғару керек, бұл тек шығын деп жатады. Сіздердің көзқарастарыңызды тыңдай кетсек. Той жасау қалай қарайсыздар? Несие алып той жасау, жаңа біздің тарихшы ағамыз келіп осы жерді қопарып кетті. Несие алып той жасамаңдар. Құдай бере салған кішкентай студиямыз жарып кетті. Меніңше бұрыннан келе жатқан ол дәстүр ғой, той деген. Той халықтың қазынасы. Той қазақтың қазынасы деп айтылған ғой. Енді жырақта тұрған адамдарды көбінесе мен естейтін, мысалы Семей, Өскемен, ана Батыс Қазақстаннан Алматыға тұрып жатқан адамдар, олар тойды жақсы көреді. Себебі жылына 3-4 жылда бір рет көреді туысқандарын. Той сомен табыстырады дейді. Соған қатты қуанады. Мысалы сіздер Үржарда, аржаға Алакөлде тойда ғана кездесесіздер. Құдайға шүкір. Ол тойды жақсы қабылдайсыздар. Қазіргі уақытта солай болып кетті ғой. Мына оңтүстік Қазақстанның адамдары тойда көп жақтыра бермейді. Себебі аптасына 2 рет, 3 рет барады. Өйткені неге той одан емес, той көп, ой аз. Тойдағы ой аз, да? Сол жағынан сіздер енді классикалық музыкамен тойдың көркін қыздырып жүрсеңіздер, ол енді керемет. Бірақ барлық аймақта, барлық өңірде мұндай бола бермейді. Көбінесе қалалық жерлерде. Осы аспапты, осындай бір классикалық музыканы, бір бекзада өнерді біздің ауылдық жерлерге де апару керек сияқты, қалай ойлайсыздар? Енді бізді шақырыс сұраныс болып жатса, біз баруға тырысамыз ондай жерлердің бәрін. Жалпы концертпен барып тұрасыздар ғой. Облыстарды аралап. Міндетті түрде. Алматы облысына қаншалықты жиі барасыздар?
Енді өзіміз жиі барамыз Алматы облысына. иә. Талдықорған қаласының тумасы болғаннан кейін жиі барып тұрамыз. Бұрынғы Алматы облысының Иә, тумасы. бұрынғы Алматы облысы. Қазіргі Алматы облысына да көп жиі барып тұрамыз. Аха. Енді Концертпен де барып тұрамыз. болашаққа жоспар қандай? Отбасылық бағанағы барабанщигіміз бар 3 жасар. Солардың барлығын алып Инстаграмды дамыту ма, әлде кәсіпқой деңгейде өсу ма? Кәсіпқой деңгейде өсу, себебі өзіміздің ұлттық өнеріміз бар, оны де шетелдерге көрсету керек. Қазақтар да осындай жасай алады. Қазақтың болашақ жастарда дейді ғой, сол бала-шағамызды сол осы өнерге тәрбиелеп жатырмыз. Рахмет. Музыка өнерін жан-жақты насихаттау. Классикалық музыканы жалпы кәсіби деңгейде жақсы көретін тыңдармандарыңыз көп болсын. Ең бастысы бүгінгі басты тілегіміз қазақтың тойы бітпей берсін. Қазір біздің қадірлі меймандарымыз студиямызды әуенмен әрлемек. Қымбатты көрермен, арнамыздан ауыспаңыздар.
Айнұр, енді қазақтың тойы бір бөлек мереке, бөлек дүние, бизнес барлығымен астасып жатқанын көрдік. Ал енді әлемдік деңгейде бұл шоуға бергісіз таптырмайтын мереке. Берекелі ордалардың бірі. Енді тіпті мына Индияны алатын болсақ, Netflixте The Big Fat Indian Wedding деген шоу бар. Енді оған біраз талас пайда болады. Керемет. Түрік ағайындар да бұл форматқа әлде қашан көшкен. Кисметсе Олур деген телевизиялық реалити шоулары бар. Осы шоуда жұптар өзінің дәстүрлі құндылықтары арқылы, түрлі рәсімдер арқылы бір-бірімен табысады, танысады. Бұл да бір ерекше формат. Ал америкалықтар мұхиттың арғы жағы тойға басқаша көзқараста қарайды. Ол жерде Say Yes to the Dress шоуын білесіз ғой. Қалыңдықтар көйлекті таңдап жарысады. Қандай керемет. Ол жердегі шоуды көру керек көзбен. Жапондықтар да өзінің мацури есімді, өзінің дәстүрлі салт жоралғыларын осы телевизиялық жоба арқылы халыққа ұсынып жатады. Осы кезде ой туады. Біз де өзіміздің тойларымыздағы кейбір жобаларды, мысалы Наурыз мерекесінің өзін осындай бір нұсқа ретінде ұсынсақ, бұл да бір керемет дүние болар еді. Кез келген шетелден келген қонақты таңдай қақтыратын креативті жобаларымыз көбейе берсін, қазақтың тойы бітпесін. Қымбатты көрермен, сіздермен бірге болған Қосқанат Көпжасар менің әріптесім және Айнұр Мәулен. Біз сіздермен келесі бағдарламада қайта жүздесеміз. Амандықта, саулықта болайық.